Бұл қазан айынан бастап осы жұмыстар басталды. Негізгі ваучер дегеніміз бұл бір балаға бір ваучер, яғни бір қосымша біліммен қамту керек, және қосымша білім беру ұйымын таңдау ата-ананың құқығында болады. Қазіргі уақытта осы жұмыстарды ұйымдастыру үшін Лира дейтін бағдарламамен жұмыс жасаудамыз. Осы кезеңге дейін 2 айдың көлемінде біздер Лира бағдарламасына барлық кезектілігі адамдарды алдыңғы бағдарламалардан интеграция жасап өткіздік, қайтадан тіркеп жұмыстарын жүргіздік, және сонымен қатар қызмет көрсетуші ұйымдарды тіркедік, және қаржыландыру жүйелері, есептілік жүйелерінің барлық алгоритмдерін жасақтадық. Бұл бағдарлама аясында жасалған жұмыстар. Екінші бір жұмысы, осы жұмысты бұл басқармада болмау себепті біз басқармадан осы жұмысты атқаратын мекемені белгіледік. Және мекемеге қосымша штаттар бердік, штатқа адамдар алу жұмыстарын ұйымдастырдық, қызметтік функционалдық міндеттерін енгіздік, және ережелерін өзгерттік. Сонымен қатар жауапкершілікті белгілеу мақсатында бұйрықтар шығарылды.